Мынандай нәрсені өзіміз адам сапарға шыққанда сана үлкейеді дейді ғой. Айтады ғой, сананың таяздығы сапарының аздығына дейді. Іс жаққа шыққан адам ауылдан басқа ешнәрсе айтпайды да, сыртқа шықса, ой, ана жерді көргенбіз, біз мұнда болғанбыз деп айтады ғой. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бір сырын айта кеткім келіп жатыр. Ол кісі Меккеде туылып өскенмен, бірақ Меккенің халқы, басшылары мойындамады, қудалады. Пайғамбардың өзі барлық сынақтарға шыдап бергенмен, қасындағы сахабаларына көбірек ниет түсіп жатыр да, андай қиыншылық, ауыртпашылық болып жатыр. Содан Алла Тағаладан сұрап еді, Құдай Тағала осы қалаға көшуді бұйырды. Сосын шетінен көшті. Сонда бір ақ нәрсе айта кетейін. Пайғамбарымыздың керемет сахабаларының біреуі Абдурахман ибн Ауф деген жігіт, ол меккелік емес, ол сырттан келген жігіт еді, көшіп келген. Бірақ Меккеде сауда істеп, әжептәуір көтеріліп қалған жігіт болған. Бірақ ислам қабылдағаннан кейін, пайғамбар Мәдинаға көшеді дегеннен кейін, ол да көшкісі келді. Сөйтіп заттарын бәрін сатып, түйелерге, қоржындарына жинап, дүниесін түннің ортасына жайлап, ешкімге білдірмей, түйесін жетектеп шығып бара жатыр еді. Меккенің жігіттері жиналып, осыны күтіп отыр екен да, осыны. Абдурахман, сен біздің Меккеге көшіп келген кезде қолыңда дымың жоқ еді ғой дейді. Қазір тілмен айтқанда қолында 2 айген пакет қана бар еді ғой дейді да, жәндегі. Сонда Абдурахман ибн Ауф айтады ғой, сендердің көздерің түсіп тұрған мынау ма дейді да, түйенің жібін көрсетеді да, мынау ма дейді да. Ол мынандай ғой, бір түйеге артылғанмен екінші түйені соған байлап қойып кете бересің ғой, бірақ түйені жетектейсің ғой. Сендердің көздерің түсіп тұрған мынау ма дейді. Егер осыны сендерге бере салсам дейді да, сонда не болайын деп тұр? Жібер деп тұр. Бүкіл дүниесін бере тұр. Егер осыны берсем, сендер маған тыныштық бересіңдер ма дейді. Әрине дейді. Онда мә дейді да, дін үшін. Өзі Абдурахман ибн Ауф өмірінде 7 рет өз еркімен банкрот болған адам. Пайғамбардың қасында жүріп, өз еркімен, біреу осы, өз еркімен банкрот болған. Сөйтіп аларға берді да, өзі аман есен Мәдинаға көшіп кетіп қалды. Құр өзі болды.